ақш президенті Джо Байден Украинаға $61 миллиард көлемінде әскери көмек беру туралы заң жобасына қол қойды. Бұл жөніндегі Ақ үйдегі брифинг кезінде Джо Байден мәлімдеді. Бұл бейбітшілік үшін жақсы күн. Бұл Американың серіктестері үшін өте маңызды қолдау. Олар егемендігіне төнген қауіпке қарсы тұра алуы керек, деді Байден. Ақ үйдің хабарлауынша, Украинаға қару-жарақ осы аптадан бастап жеткізіле бастайды. Құны шамамен $1 миллиард болатын алғашқы әскери көмек пакетіне әуе қорғанысына арналған оқ-дәрі, артиллерия, ракета жүйелері мен бронды техника кіреді. Украина және өзге елдерге арналған әскери қолдау қарастырылған заң жобасына ақш конгресінде бірнеше ай бойы талқыланып келді. 21 сәуірде заң жобасын өкілдер палатасы мақұлдады. 24 сәуірде Сенат бекітті. Заң жобасы аясында шамамен $60,8 миллиард Украинаға, 26 миллиард Израиль мен Газа тұрғындарына гуманитарлық көмекке, 8 миллиард Тайвань мен ақштың Тынық мұхиты аймағындағы одақтастарына беріледі.